Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен небәрі 5-6 минутта дайын болатын печеньеден пісірілмейтін тортик істейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі печенье, банан, қант, сүт, сүзбелі ірімшік, қаймақ 33%, сосын жидек керек болады. Бірінші қаймағымызды жақсылап өзін араластырып аламыз. Үстіне сүзбелі ірімшігімізді саламыз. Оны да бір қалыпты массаға келгенше блендерлеп аламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап бір қалыпты масса жасайтын боламыз. Міне креміміз дайын болды. Біз сүтімізге печеньемізді алып аламыз. Ыдысымызға қабаттап жайғастырамыз. Үстіне кремімізді жағамыз. Оның үстіне бананымызды жайғастырамыз қатарлап. Екінші қабатында осылай сүтке малып отырып печеньемізді қабаттаймыз. Үстіне крем жағамыз. Менде үлкен печенье, топленый печеньесі. Менде осы 4 қабаттадым. Осы тортикті арасына банан салып отырдым. Біткеннен кейін жан жағын креммен көмкеріп, үстіне жидек қойдым. Бұны 1 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Міне біздің тортигіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып тіркеліп отырыңыздар.